Мангарева аралы, цензурасыз жәннат. Мангарева аралы қарым, қатынас еркіндігі өмір салтына айналған, цензурасыз жәннат мекені. Қош келдіңіздер. Бүгін біз Полинезияның ең жұмбақ бұрыштарының бірі Мангарева аралына саяхат жасаймыз. Бұл жерді Тынық мұхитының інжу, маржаны деп атайды. Мұнда табиғат, мәдениет және ерекше дәстүрлер бір арнаға тоғысқан. Оның шексіз жағажайларымен серуендеп жүріп, бір туристі жолықтырмайсыз деседі. Тек аппақ құм мен мөлдір су ғана алдыңыздан шығады. Мұнда жергілікті тұрғындарға тиесілі ерекше інжу фермалары орналасқан. Бірақ ең таңғаларлығы қарым-қатынастағы еркіндік. Арал тұрғындары біздің елдеріміздегі қалыптасқан нормалардан мүлдем өзгеше өмір сүреді, және тек бір серікпен ғана болуды міндетті деп санамайды. Мангарева не жасырып жатыр? Неліктен бұл кішкентай арал зерттеушілер мен туристердің қызығушылығын тудыруда? Бейнені соңына дейін көріңіз. Сізді жол сілтегіштерде кездеспейтін сирек мәліметтер күтіп тұр. Адам аяғы баспаған мекен Мангарева, ол туралы ешкім естімеген арал десек те болады. Иә, сіз дұрыс естідіңіз. Тынық мұхитындағы бұл кішкентай жер телімі планетадағы ең аз қоныстанған жерлердің бірі болып саналады. Мұнда бар болғаны 13-ке жуық тұрғын бар. Кейбір деректерде халық саны көбірек болғанымен, тығыздығы өте төмен және 1 шаршы километрге шаққандағы тығыздық небәрі 56 адамды құрайды. Мұнда уақыт тоқтап қалғандай. Мангарева француз Полинезиясындағы Гамбия архипелагының құрамына кіреді, және осы топтағы жалғыз мекені бар арал. Оның ауданы небәрі 15 км квадрат, бірақ ондағы сұлулық тұтас бір континентке жетерлік. Ерте заманда аралда жанартаулар атқылаған. Тіпті бүгінде Мангарева кратерлермен, таулармен және рифтермен қоршалған. Егер оның ең биік нүктесі 440 метрлік Дюф тауына шықсаңыз, алдыңыздан көгілдір лагуналары мен мұхиттың шексіздігі көрінетін аралдың панорамасы ашылады. Сәл әректе биіктігі 423 метр болатын Маката тауы орналасқан. Ол жерден көрініс тіпті керемет. Ең қызығы, аппақ құмды жағажайда серуендеп жүріп, бір адамды жолықтырмауыңыз мүмкін. Тек мұхит, тыныштық және тропикалық табиғат. Дәл осы нәрсе Мангареваны оңашалануды қалайтындар үшін нағыз жәннат бұрышына айналдырады. Бірақ саяхат тек бір аралмен шектелмейді. Мангареваның айналасында Акамару және Аукена сияқты көптеген кішкентай аралдар бар. Оларға тек моторлы қайықпен немесе қайықпен жетуге болады. Және әрбір сапар экзотиканы ұнататындар үшін бөлек шытырман оқиға. Тұрғындардың тыныс тіршілігі. Мангарева тұрғындарының негізгі бөлігі Рикитя қалашығында шоғырланған. Кейбіреулер оны ауыл десе, басқалары әкімшілік орталық деп санайды. Өйткені мұнда Гамбия округінің штаб пәтері орналасқан. Бірақ жергілікті тұрғындар жылдан жылға немен айналысады? Мұндағы өмір қарапайым болып көрінуі мүмкін, бірақ іс жүзінде ол табиғатпен және мұхитпен тығыз байланысты. Арал кішкентай болғанына қарамастан, адамдар өздеріне де, әлемге де үлкен пайда келеді. Олардың негізгі қызмет салалары: мал шаруашылығы, ет, сүт және тері үшін, ауыл шаруашылығы, жеміс бақтары, кофе плантациялары, көкөністер мен дәнді дақылдар, және Мангареваның басты табыс көзі інжу фермалары. Жемістер мен кофе тек аралдықтардың дастарханына ғана емес, сонымен қатар экспортқа да шығарылады. Бірақ інжу Мангареваның нағыз бренді. Інжу өсіру көптеген тұрғындар үшін отбасылық бизнеске айналған. Бұл фермалар ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Жиналған інжу маржандар алдымен Таитиге жіберіледі, содан кейін бүкіл әлемге таратылады. Қызықты дерек: Мангареваның өзінде інжуді кез келген басқа жерге қарағанда бірнеше есе арзан бағаға сатып алуға болады. Турист үшін бұл нағыз олжа. Қарым қатынас еркіндігі мен үйлесімділігі. Енді ең қызықты тақырып махаббат туралы айтатын кез келді. Мангарева тұрғындарының отбасылық қарым қатынастары мүлдем басқаша дамиды. Аралдықтар арасындағы қарым қатынас еркіндігін ерекше атап өткен жөн. Мұнда тұрғындар неке міндеттемелерімен шектелмеген. Ер адамдар өздері өмір бойы бірге болғысы келетін әйелдерді ғана таңдайды. Әйелдерде дәл солай өз серіктерін еркін іздейді. Аралда қарым қатынастың әртүрлі формалары қабылданады: моногамия, полигамия және басқалар. Бұл аймақта мұның бәріне қалыпты жағдай ретінде қарайды. Бұл еркіндік адамдардың ешкімге байланбай, толық үйлесімде өмір сүруіне мүмкіндік береді. Бұл аралдықтардың күнделікті өмірін айтарлықтай жеңілдетеді.
Көптеген онжылдықтар бойы арал тұрғындары өздерінің жергілікті әдет-ғұрыптарын ұстанып келеді. Мұнда басқа еш жерде кездеспейтін бірегей мәдениет қалыптасқан. Сонымен қатар, халық өте мейірімді және туристерге құрметпен қарайды. Бірақ ең таңғалдыратыны, Мангаревада тек таңдаулы туристер үшін өткізілетін ерекше сенім ритуалы бар деседі. Егер сіз олардың ықыласына бөленсеңіз, сізді теңізбен байланысты ежелгі дәстүрге қатысуға шақыруы мүмкін. Аңыз бойынша, түн ортасында сізді жасырын жағажайға апарып, жұлдыздардың жарығымен үнжу қабыршағын пайдаланып құпия рәсім өткізеді. Бұл рәсіммен өткен адам өмір бойы сәттілік пен бақ-берекеге ие болады деседі. Бірақ рәсім кезінде нақты не болатынын ешкім айтпайды. Бұл тек сол жерде ғана білуге болатын құпия. Шындық па, әлде аңыз ба? Оны аралға барып қана білуге болады. Неліктен Мангареваға бару керек? Мангарева өркениет тек жартылай ғана жеткен, планетадағы ең оңаша жерлердің бірі. Бұл табиғаттың өзіндік сұлулығын сақтап қалғанын, және өмірдің жүздеген жылдар бұрынғыдай ағып жатқанын білдіреді. Басқаша айтқанда, бұл туристер үшін жәннат. Арал мөлдір сумен және көптеген маржан рифтерімен қоршалған. Сондықтан Мангарева дайвинг пен снорклинг үшін тамаша орын болып саналады. Су астында ғажайып әлем ашылады. Түрлі түсті маржандар, тропикалық балықтар үйірі, теңіз тасбақалары және моллюскалардың сирек түрлері. Мангареваның лагуналары Полинезиядағы ең көрікті жерлердің бірі ретінде сипатталады. Ал құрлықта сізді адам көп жиналмайтын аппақ құмды жағажайлар мен көршілес аралдарға қайықпен саяхаттау мүмкіндігі күтеді. Белсенді демалысты ұнататындар үшін бүкіл архипелагтың панорамалық көрінісі ашылатын тау шыңдарына шығу мүмкіндігі бар. Мангареваның флорасы да алуан түрлілігімен таңғалдырады. Мұнда пальма тоғайлары, жеміс ағаштары мен кофе плантациялары өседі. Бақтардан папайя, банан, манго және нан ағаштарын кездестіруге болады. Көптеген өсімдіктер ғасырлар бұрын әкелінген, бірақ минералдарға бай жанартаулық топырақтың арқасында олар мұнда ерекше төзімділікке ие болған. Неліктен Мангареваға бару керек? Мангарева өркениет тек жартылай ғана жеткен, планетадағы ең оңаша жерлердің бірі. Бұл табиғаттың өзіндік сұлулығын сақтап қалғанын, және өмірдің жүздеген жылдар бұрынғыдай ағып жатқанын білдіреді. Басқаша айтқанда, бұл туристер үшін жәннат. Арал мөлдір сумен және көптеген маржан рифтерімен қоршалған. Сондықтан Мангарева дайвинг пен снорклинг үшін тамаша орын болып саналады. Су астында ғажайып әлем ашылады. Түрлі түсті маржандар, тропикалық балықтар үйірі, теңіз тасбақалары және моллюскалардың сирек түрлері. Мангареваның лагуналары Полинезиядағы ең көрікті жерлердің бірі ретінде сипатталады. Ал құрлықта сізді адам көп жиналмайтын аппақ құмды жағажайлар мен көршілес аралдарға қайықпен саяхаттау мүмкіндігі күтеді. Белсенді демалысты ұнататындар үшін бүкіл архипелагтың панорамалық көрінісі ашылатын тау шыңдарына шығу мүмкіндігі бар. Мангареваның флорасы да алуан түрлілігімен таңғалдырады. Мұнда пальма тоғайлары, жеміс ағаштары мен кофе плантациялары өседі. Бақтардан папайя, банан, манго және нан ағаштарын кездестіруге болады. Көптеген өсімдіктер ғасырлар бұрын әкелінген, бірақ минералдарға бай жанартаулық топырақтың арқасында олар мұнда ерекше төзімділікке ие болған.